Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Дауысым естіліп тұр ғой? Естіліп тұр даусыңыз. Рахмет. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Балқаш қаласы Сәкен Сейфуллин атындағы нөмірі 7-ші мектеп гимназиясы қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі Тілеубекова Мөлдір Манатбекқызы. Менің бүгінгі сіздермен тәжірибемен бөлісейін деп отырған авторлық бағдарламамның тақырыбы абай шығармаларын адамгершілікке тәрбиелеу құралы ретінде пайдалану арқылы жазылым дағдыларын жетілдіру. Мақсатым абай шығармаларын оқушыларды адамгершілікке тәрбиелеу құралы ретінде пайдалана отырып жазылым дағдыларын дамыту. Жалпы енді бағдарламаның 4 түрі бар екенін білесіздер. Соның ішінде менің авторлық бағдарламам сауықтыру бағытындағы толықтырылған авторлық бағдарлама. Осы орайда неге деген сұрақ туындауы мүмкін, яғни бұған дейін ғылым және білім министрлігінің мектеп программасына жаңағы абайтану курсын енгізгенге дейін өзімде абайтану авторлық бағдарламасы болған болатын. Сол бағдарламамды толықтырып, өңдеп, осы жазылым дағдыларына икемдеп, қайтадан жазып, құрастырып толықтырған болатын. Сол себептен толықтырылған авторлық бағдарлама деп аталады. Жалпы енді бұл бағдарлама 6 бөлімнен тұрады. Мына өздеріңіз көріп тұрғандай, жерде түсініктеме хаты, тұрақталу бөлімі, одан кейін нормативтік бөлім, әдістемелік, ақпараттық әдістемелік бөлім, пайдаланған әдебиеттер тізімінен тұрады. Енді бұл бағдарламам несімен өзекті? Әлемдік білім беру үдерісінде несімен өзекті? Мысалы, жаңағы әлемдік білім беру үдерісінде жазылым дағдысын дамытудың әдіс тәсілдерін кеңінен қолдану 70-80 жылдардан бері өзекті екен. Себебі осы жылдары жазылым дағдысын кешенді дамыту қажеттілігі мойындалған. Яғни өздеріңіз де білесіздер, мысалы қазіргі таңда шетелге жоғарғы оқу орындарына түсу үшін оқушылардан эссе талап етіледі, эссе жазу талап етіледі. Сондықтан енді мен жазылымға бағытталғандықтан оқушыларға осындай көмегі бар деп ойлаймын. Отандық білім беру үдерісінде несімен өзекті? 2016 жылдан бастап отандық білім беру үдерісінде жаңартылған оқу бағдарламасына кезең-кезеңмен көшу барысында оқушылардың тілдік дағдыларын дамыту басты назарға алынған. Яғни қазіргі кезеңге дейін біз мысалы оқушылардың тілдік дағдыларын дамыту барысында жұмыс жасап жатырмыз. Білім беру ұйымдарында несімен өзекті? Қазіргі таңда мысалы жаңағы біртұтас тәрбие бағдарламасы аясында мысалы жаңағы оқу мен тәрбиені ұштастырып, оқушылардың бойында адамгершілік құндылықтарды сіңіру маңызды болып отыр. Осы орайда абай шығармаларын тәрбие құралы ретінде қолданып, оқушылардың бойында адамгершілік құндылықтарды сіңіру маңызды деп ойлаймын. Менің бағдарламамның өзектілігі осында. Енді жаңалығы неде? Педагогикалық жаңалығы абай шығармалары арқылы адамгершілікке тәрбиелеу және де осы жазылым жұмыстарын жүзеге асыру барысында, мысалы жаңағы жазылым алды тапсырмалар болады, акті мүмкіндіктерін қолдану. Бұл жерде жаңағы learning camps оқушылардың қызығушылығын арттыру мақсатында жаңағы флиппити, тарсия сияқты, вортвол сияқты платформаларды қолданамын. Психологиялық жаңалығы неде? Психологиялық жаңалығы бұл жерде жаңағы оқушылардың жеке қажеттіліктері, жас ерекшеліктері ескеріледі. Сонымен қоса мен оқушыларға қандай қолдау білдіремін? Бұл жерде жаңағы оқушылардың жазылым тапсырмалар барысында жазба жұмыстарының алгоритмін ұсынамын. Яғни эссе жазу керек болса, эссе жазудың алгоритмі, ертегі жазу керек болса, ертегі жазудың алгоритмі сияқты алгоритмдерді ұсынып, яғни оқушыларға қолдау білдіремін. Жалпы енді бізде оқу бағдарламасында, яғни 399 жылы 16 қыркүйектегі оқу бағдарламасында осы тілдік дағдылар бойынша әрбір сынып нені меңгеру керектігі көрсетілген болатын.
Міне сол бағдарламада жазылым дағдысы бойынша 6-шы сынып оқушылары, яғни жоспар құра алу керек екен, әртүрлі жанрда мәтіндерді құрастыра алу керек екен, жазба жұмыстарын әртүрлі формада ұсына алу керек екен, эссе жаза алу керек екен, оқылым және тыңдалым материалдар негізінде жинақы мәтін жаза алу керек екен, мәтіндерді түзетіп және редакциялай алу қажет екен. Міне осы бағдарлама бойынша 6-шы сынып оқушыларының нені меңгеру қажеттігін ескеремін, және әрине міндет мақсаттан шығады, мақсат тақырыптан шығады. Осы орайда мен мынандай міндеттерді басшылыққа алдым. Яғни мәтіндердегі негізгі және қосымша ақпараттарды анықтай алады, негізгі ақпараттарға сүйеніп жинақ мәтін жаза білуді жетілдіру, мәтіндегі деректерді әртүрлі формада, яғни диаграмма, кесте, сызба түрінде ұсынуды үйрету, мәтіндерді салыстырып дәлелдеп жазуды меңгерту, кейіпкер бейнесін сипаттау, әңгіме, ертегі, ой толғау, эссе жазу машықтарын қалыптастыру, Абай өлеңдеріндегі адамгершілік құндылықтарды шынайы өмірмен байланыстыруды үйрету, Абай шығармаларын талдау арқылы пайымдау, қорытынды жасау дағдыларын дамыту міндеттерін көздеген болатынмын. Жалпы енді әдістемелік бөлімде бірнеше 34 тапсырманың, 34 тақырыптың әрқайсысына жаңағы 3 тапсырмадан 102 тапсырма қамтылған. Әрбір тапсырма негізінде оқу мақсаттары, сабақ тақырыбы негізінде оқу мақсаттары шығарылған, және осы мақсаттар негізінде қысқа мерзімді сабақ, 34 сабақтың қысқа мерзімді жоспары құрастырылған болатын. Енді тапсырмаларға келетін болсам, кіріспе сабақ, мен бір жұмбақ адаммын, оны да ойла деген тақырыптан басталады. Әрбір жаңағы тапсырмалар спиральді қағидатқа негізделген, яғни жеңілден күрделіге қарай. Одан кейінгі екінші менің тақырыбым ол ата тегі мұндағы орта жүздің ұлығы, яғни бұл Абайдың өзінің ұлы Әбдірахманға арналған өлеңінен алынған үзінді, яғни ата тегі мұндағы орта жүздің ұлығы, ана тегі ондағы өзен судың тынығы, екі алтыннан қосылған сом алтынның сынығы деген өлеңнің үзіндісінен алынған. Яғни бұл жерде әрбір жаңағы тақырыптарда мәтіндер, бірнеше мәтіндер бар сол тақырыптың мазмұнына сай. Бұл жерде оқушылар Абайдың жаңағы ата тегімен танысады, және де сабақтың мақсаты бұл жерде мәтіндегі деректерді пайдаланып сұрақтар құрастырады, яғни жеңіл тапсырмадан басталып тұр. Мәтіндегі тірек сөздерді анықтау барысында Флиппити платформасында жаңағы оқушылар мәтіндегі тірек сөздерді анықтайды. Яғни бұл жерде жаңағы Абайдың ата тегіне қатысты сөздер, кісі аттары берілген, мына соларды анықтау арқылы оқушылар жаңағы ата тегімен танысады. Сонымен қоса жаңағы сұрау есептерін қолданып сұрақтар құрастырады. Екінші тақырып Зере ел анасы, Ұлжан оның жалғасы. Яғни бұл жерде жаңағы аналарымен танысады берілген мәтін бойынша. Енді бұл жерде көріп отырсыздар, сабақтың мақсаты кіріспе негізгі және қорытынды бөлімдерді қамтитын кеңейтілген жоспар құрады. Жалпы жоспардың екі түрі бар: қарапайым жоспар және кеңейтілген немесе күрделі жоспар бар. Мына әріптестер, өздеріңіз білесіздер, оқу бағдарламасында кіріспе негізгі және қорытынды бөлімдерді қамтитын қарапайым жоспар деген оқу мақсаты бар бізде. Мына бұл енді бағдарлама дауысын басасызға жадырар. Бұл жерде енді гимназия компоненті есебінен тереңдетілген оқу бағдарламасы болғандықтан қарапайым жоспар емес, оқушылар кіріспе негізгі қорытынды бөлімді қамтып күрделі жоспар құрастырады. Жаңа мен алдыңғы неде айтып кеткен болатынмын, қандай психологиялық қолдау білдіремін деп, психологиялық жаңалығында. Бұл жерде жаңағы жоспар құру барысында алгоритм ұсынылады. Яғни мына жерде алдымызда тұр қарапайым жоспар құрудың қадамдары алгоритмі және күрделі жоспар құрудың алгоритмі. Яғни күрделі жоспар құрудағы ерекшелік қарапайым жоспарға қарағанда бөлім атауларының ішінде өз ішіне ұсақ бөлімшелер болады, және бөлім атауларына қатысты сипаттамалар жазылады. Қарапайым жоспарда көлемі
2-4 сөзден тұрса, күрделі жоспарда 5-тен артық бөлім тақырыптары қамтылуы қажет. Енді бұл жерде бұл мақсатты мен бағдарламаның жоғарғы жағына алуымның себебі, оқушылар осы жоспар құру арқылы, яғни жоспар құру бұл жазылымға дайындау. Дұрыс құрылған жоспар оқушының өзінің ойын жүйелі жеткізуіне көмектеседі. Яғни жоспар құра алған бала ертегінде жазалады, эссені жазалады, әңгімені жазалады деген сияқты. Сол себептен бұл сабақтың тақырыбының бас жағында тұрған мақсаттардың бірі. Келесі енді күз, яғни Абайдың табиғат лирикасынан күз және қыс өлеңдерін алдым. Енді әріптестердің арасында бұл тақырыптар бастауыш сыныпта бар деген сұрақ туындауы мүмкін. Бұл жерде бұл тақырып болғанымен оқу мақсаты өзгеше. Бұл жерде мысалы жаңа шығармадағы табиғат көрінісін сипаттап жаз. Әрине жазылым алды бірнеше тапсырмалар бар. Мен нақты жазылым тапсырмаларына тоқталып өтіп кетіп отырмын. Яғни бұл жерде оқушылар Абайдың табиғат лирикасының сыры табиғатты пейзаж күйінде ғана емес, ел тіршілігімен, халық өмірімен байланыста суреттеуінде екенін ашып, жаңа кесте тапсырмаларын орындайды. Одан кейін бір ерекше өзіме ұнайтын, көңілімнен шығатын тапсырмалардың бірі десек те болады. Мынадай тапсырма. Яғни суретке, берілген суретке күз, алтын күз тақырыптарынан басқа ерекше креативті тақырып ұсыну. Бір қарағанда бұл қарапайым тақырып тапсырма сияқты болып көрінеді, бірақ дегенмен де бұл жаңағы оқушыларды ойлануға жетелейді, және де бұндай тапсырмалар пиза тапсырмаларында кездеседі. Енді әріптестер сіздермен мынандай практикалық жұмыс жасағым келіп отыр. Яғни осы сурет бойынша сіздер қандай креативті бір ерекше тақырып ұсына алар едіңіздер? Өз ойларыңызбен бөлісіп кетсеңіздер. Сәлеметсіз бе? Күз қоштасу мен үміттің тоғысқан шағы десек, осы мен өзім мұғалім болғаннан күздегі мектеп өмірі, не болмаса күз ойға жетелейтін мезгіл деген сияқты тақырыптар қояр едім. Өте тамаша, рахмет. Тағы да әріптестер бар ма? Сары жапырақтар сыры деуге болады. Тамаша. Жақсы. Тағы да қосатын өзімнің пікірімді, ойымды қосарым дейтін әріптестер бар ма? Осы сурет бойынша қандай креативті ерекше тақырып ұсынасыз? Ендеше әріптестер, енді мен өзімнің оқушылардың, 6-шы сынып оқушылардың ұсынған тақырыптарын сіздерге көрсетіп өтейін. Яғни күздің күміс тыныштығы, күз келбеті көңілде қалады. Күз табиғаттың өлеңі, күннің соңғы сәулесі, тыныштыққа толы алтын күз, сары жапырақ астындағы сыр, салқын самал мен сарғыш түс, ағаштан түскен сапты жапырақ, сарғайған жапырақтар сыбдыры, сарғыш әлем деген сияқты тақырыптарды ерекше деп оқушылар ұсынған болатын. Яғни тақырыптың өзі ерекше болғаннан кейін оқушы мәтінді де ерекше, яғни көркем жазуға тырысады деп ойлаймын. Осы орайда оқушылар тақырыпты құрастырғаннан кейін мәтінді абайша, яғни күз тақырыбында абайша сипаттап өздерінің ойларын бойынша жаңағы мәтін жазатын болады. Қыс өлеңі ол да бастауышта бар, бірақ бұл жердегі оқу мақсаты тірек сөздерді шығармашылықпен түрлендіреді және ертегі мәтінін жазады. Және жоғарыда айтып кеттім, ертегі жазудың алгоритмі тұрады оқушыларда. Жерде боран, долақ, қыраус, ақсақалды, күн сәулесі сияқты сөздерді қолдану ертегі жазу. Мысалы жаңағы үлгі беріледі, қархан шайымы мен күн сәулесі тақырыбында ертегі жазу. Алгоритмі: бірінші шимай жоспар құр. Ойыңызға алғаш келген оқиғамен кейіпкерлерді жазып шық. Ертегінің композициялық құрылысына қарай реттік нөмірін қойып ал, реттік нөмірге қарай ертегіні жаз деген сияқты алгоритм ұсынылады. Келесі тақырып ғылым таппай мақтанба өлеңі. Бұл 6-шы сыныпта оқу бағдарламасында бар, бірақ мына жерде ұсынылған оқу мақсаты ол жерде жоқ. Бұл жердегі жаңағы сабақтың мақсаты өлең мазмұнын шынайы өмірмен байланыстырады, хат жазады. Яғни тапсырма: Абайдың 5 нәрсеге асық бол, 5 нәрседен қашық бол нақыл сөзін негізге алып, үнемі ұялы телефонмен ойын ойнап, сабағын оқымайтын досыңа кеңес бере отырып хат жаз. Бұл жерде енді өмірмен
шынайы өмірмен байланыстыру арқылы қазіргі заманның қасіреті десек те болады, яғни оқушылардың барлығының жаңағы ұялы телефонға тәуелділігі міне осы Абайдың жаңағы даналық сөздерінен басшылық алып, өзінің досына кеңес бере отырып, мына жерде хат жазады, кеңес бере отырып хат жазады, яғни алгоритм ұсынылған, яғни бірінші жаңағы сәлемдесу, хат жолданып отырған адресаттың аты жөні, кіріспесі, адресаттың өміріне деген қызығушылықты көрсететін сұрақтар, негізгі бөлім хаттың жалпы мазмұны, адресатты қызықтыратын ақпаратты ұсыну, қорытынды, құрмет, сүйіспеншілік, адалдық, кешірім білдіру. Мына осылайша жаңағы адамгершілікке де тәрбиелеуге болады екен. Келесі тақырып бұл Абай мен Әбіш әңгімесі мәтіні. Міне бұл мәтін өте жаңағы бірнеше жаңағы оқушыларға қаншама тапсырмалар ұйымдастыруға болады осы мәтін арқылы. Бұл жердегі енді менікі жазылым болғандықтан сабағының мақсаты көтерілген мәселені анықтап, келісу немесе келіспеу эссесін жазу. Яғни мәтінді түсініп оқығаннан кейін, мәселені анықтағаннан кейін, сенің ойыңша ақ-зат асыл ма, қара-зат асыл ма деген тақырыпта келісу, келіспеу эссесін жазады. Яғни бұл жерде эссе жазудың алгоритмі кіріспе бөлімі, тақырып бойынша басты идеяларды анықтап, көтерілген мәселелерді тезистеп жаз. Негізгі бөлімі әр азат жолдағы мәселенің себептерін, салдарын қарсы аргументтер келтіру арқылы талда. Қорытынды бөлім өз көзқарасыңызды білдіріңіз. Енді мен қазір сіздерге осы мәтіндің қысқаша мазмұнын оқып берсем, одан кейін сіздермен практикалық жұмыс жасасақ осы бойынша. Абай мен Әбіш. Абай баласы Әбдірахман оқудан келгеннен кейін баласының жаңағы алымдылығы мен білімін сынамаққа мынандай сұрақ қойған екен. Қалқам Әбіш, осы жаратылыста ақ-затты нәрсе асыл ма, қара-затты нәрсе асыл ма деп сұраған екен. Сонда Әбіш ақ-затты нәрсе асыл ғой дейді. Сонда Абай, олай емес, қара-затты нәрсе асыл дегенде әкесінің бетіне қарап күлген оқудағы ұлы қараны қалай асыл дейсіз деп сұраған екен. Сонда Абай, адам баласы барлық дүниедегі жаратылысты көзбен көреді. Көздің ағы көрмейді, ортасындағы кішкене қарашығы көреді. Қараның асылдығына осы дәлел. Қағаз ақ, одан адам оқ білім алмайды, үстінде жазған қарасиядан өнер білім алады. Жас шақта адамның сақал шашы қара болады, қартайса ағарады, жас күнде ақыл білім қайрат көп болады. Шаш сақал ағарып қартайғанда ақыл білім қайрат азаяды деген екен. Мұхаммед пайғамбар Құдайдың дидарын көруге қараңғы түнде барыпты дейді. Күндіз ақ, жарықта бармапты, түн қара емес пе? Сондықтан ақтан қараны асыл ма деп ойлаймын деген екен. Сонда Әбіш, оның бәрін немен ойлап білдіңіз десе керек. Абай, ақылмен ойлап білдім дегенде, олай болса, ақыл мида болмай ма? Ми ақ емес пе? Екінші ақыл жарық нұр депті. Ол да аққа ұқсамай ма деп жауап берген екен. Тауып айтқан сөзіне ырза болған Абай баласының маңдайынан иіскепті дейді. Енді осы орайда әріптестер осы мәтін бойынша оқушылар жаңағы келісу, келіспеу эссесін жазады. Әркім өзінің ойынша жаңағы менің ойымша жаратылыста ақ затты нәрсе асыл, қара затты нәрсе асыл деген сияқты өздерінің ойларын эсседе аргументтер және дәлелдер келтіре отырып талдап жазады. Енді әріптестер сіздермен бір практикалық жұмыс болсын. Сіздердің ойыңша жаратылыста ақ затты нәрсе асыл ма, әлде қара затты нәрсе асыл ма? Өздеріңіздің ойларыңызды ортаға салсаңыздар. Әрине бірден жауап беру қиындық тудырады. Дегенмен де өздеріңіздің пікірлеріңізді бір-екі сөйлеммен менің ойымша ақ затты нәрсе асыл, менің ойымша қара затты нәрсе асыл деген сияқты ойларыңызбен бөлісіп отырсаңыздар. Әріптестер бар ма? Жақсы, олай болса, рахмет. Ары қарай жалғастыра берейін. Келесі тақырып бұл жерде әуелде бір суық мұз ақыл зерек өлеңі.
яғни бұл өлеңнің жаңағы оқушыларға мазмұны жаңағы адамгершілік, оқушылардың бойында адамгершілік құндылықтар сіңіруге өте маңызды. Яғни бұл жерде мақсаты сабақтың өлеңнің мазмұнын графиктік мәтін, сызба, иллюстрация түрінде жеткізеді және өз көзқарасын білдіреді. Бұл сабақтың мақсаты, яғни оқушылар өлеңмен танысқаннан кейін өлеңнің мазмұнын сурет бойынша жеткізеді. Міне алдарыңызда жаңағы оқушылардың салған суреті және де өздерінің пікірлерін жазған. Бұл жерде жаңағы өлеңнің Абай бұл өлеңде адам бойындағы үш қасиетті ақыл, жүрек, қайратты сипаттай отырып, олардың адамның толыққанды тұлға болып қалыптасуындағы орнын түсіндіреді деп жазған. Идеясы, яғни жүрек, ақыл мен қайраттың тең және үйлесімді қызмет етуі арқылы ғана адам толық адам бола алады. Бұл жердегі ақыл ойлау, саралау, дұрыс шешім қабылдау қабілеті болса, қайрат ерік жігер, табандылық, белсенділік, ал жүрек мейірім, сезім, адамгершілік қасиеттерінің көзі деп жазған екен. Яғни Абай даналығы осы үш қасиетті біріктіріп, адамның рухани жетілуінің жалпы жолын көрсетуінде деп жазған екен. Сонымен қоса мынандай түйін жасаған, яғни ақылмен өлшеп, жүрекпен сезініп барып әрекет ет. Ашуға берілгенде жүрекке, жоспар құрғанда ақылға жүгін. Ақыл қатал болса, жүрек жұмсартсын, ал жүрек әлсіз болса, ақыл бекемдесін деген сияқты түйін жасаған екен. Одан кейінгі жаңағы осы өлең бойынша мынандай тапсырма болды. Жазылым тапсырмасы адам болу деген ойды, яғни сөйлемді өз ойыңызбен толықтырыңыз. Сонда бір оқушы адам болу деген ақыл мен жүректің үнін бірдей ести білу. Адам кейде ақылға жүгінсе, кейде жүрекпен сезініп шешім қабылдайды. Бірақ екеуін бірдей ескергенде ғана әділетті, дұрыс әрекетке барады. Абайда толық адам болу үшін осы екеуін қатар ұстау керек деді. Мен де өмірде шешім қабылдарда тек есеппен емес, шынайы ниетпен қарауға тырысамын деп жазған екен. Енді сөзімді қорытындылай келсем, жалпы осы Абай шығармаларын адамгершілікке тәрбиелеу құралы ретінде пайдалану арқылы жазылым дағдыларын жетілдіру атты авторлық бағдарлама оқушылардың Абай шығармалары негізінде адамгершілік құндылықтар бойларына сіңіреді және әрі жазылым дағдыларын дамытуға септігін тигізеді деген ойдамын. Жалпы осы тілдік дағдылардың ішінде көбінесе осы жазылым дағдысын жетілдіру менің басты назарымда. Оған дәлел жаңағы олимпиадаға қатысып жүрген оқушыларымның жетістіктері деп білемін. Яғни міне биылғы оқу жылында осы сыныпта оқитын Зәрібек Нұрдәулет Клевер олимпиадасының облыстық кезеңінің бірінші орын иегері, сонымен қоса Жарқын болашақ олимпиадасының жас қаламгер бағыты, яғни әңгіме, новелла жазу бойынша оқушым Бөкенова Аружан облыстан бірінші орын және республикадан үшінші орынды иеленген болатын. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Енді әріптестер кері байланыс беріп жүрсеңіздер, 3-2-1 әдісімен осы жаңағы тәжірибе шеберлік сыныбы бойынша сізге ұнаған қандай үш ақпаратпен және де өзіңіз қолданатын екі идеямен сізді ойландырған бір ақпаратпен бөліссеңіздер, әріптестер кері байланыс беріп жүріңіздер. Бір-екі ауыз сөз кері байланыс беріп жүріңіздер, әріптестер. Тиімді болды ма, тиімсіз болды ма? Қандай кемшіліктерім бар? Мүмкін сіздердің тараптарыңыздан осы тапсырма бойынша басқаша ұсынамын деген сияқты ұсыныс бар ма? Рахмет сізге. Осы авторлық бағдарлама бойынша осы тәжірибе тарату жағына шыны керек әлі бір бойлай алмай жүргенбіз. Бүгін енді бір жолын тапқандаймыз. Шынында тапсырмаларыңыз бәрі жазылым дағдыларын дамытуға өте қонымды тапсырмалар екен. Балаларды жаңағы шығармашылыққа өзімізді де ойландырып қойды ғой, жаңа тіпті жауап та бере алмай отырмыз. Сондықтан ақпаратыңызға көп рахмет. Алдағы уақытта да осы жаңағы сіз ұсынған тапсырмаларды өзіме алдым деп ойлаймын. Алдағы уақытта өзім сабағыма қолданамын. Рахмет сізге, сәттілік. Көп рахмет. Тағы да әріптестер, өз семдеушілеріңіз бар ма? Кері байланыс.
Жақсы, ендеше әріптестер, қатысқандарыңызға көп рахмет. Алдағы уақытта сіздерге демалыстарыңыз сәтті өтсін. Жақсы демалыс тілеймін. Рахмет, сау болыңыздар.